Қазақстан Республикасының Конституциясы еліміздің дамуы мен гүлденуінің мықты негізі. Конституция біздің тәуелсіздігімізді нығайтып, мемлекет пен жалпы қоғамда мызғымас тұрақтылықты қалыптастырды. Осы жылдар ішінде біз барынша қуатты, экономикалық жағынан дамыған, саяси тұрақты мемлекет құруда орасан зор прогресске қол жеткіздік. Осы мереке күні елімізге азаматтық көзқарас еркіндігін, таңдау мүмкіндігін және бейбіт өмірді тілеймін. Отбасыларыңызға амандық және отанымыз Қазақстан Республикасына жарқын болашақ тілеймін. Еліне арналатын тілегі шын. Ей, ұлым, отанымның тілегісін, іргесін туған елдің тіреп тұрған, қадірін ата заңның білемісің. Ешкімде мың тағаламас елдігіме, дауласып жармаспайды белдігіңе. Бойында ата заңның еріліп тұр, даламның кендігіне, кеңдігіне. Бағынан өз заңға жұмыр қалам, сондықтан күннен жерім суынбаған. Қоғамның сан саласын реттейтін, әрбір заң ата заңдан туындаған. Бастайтын болашаққа бақ кемені, осы жол халықтан да нақ сенері, халқыма адалмын, деп ата заңға елбасы қолын қойып ант берді. Поздравляю с важным государственным днем, Днем Конституции Республики Казахстан. Желаю вам мира, добра и успехов, пусть у вас всегда будет повод смотреть в будущее с уверенностью и позитивом, испытывать удовольствие и радоваться каждому прожитому мгновению. Ассалаумағалейкум баршаңыздарға. Менің аты жөнім Валметов Құламжан. Мен Оңтүстік Қазақстан индустриалдық инновациялық колледжінің студентімін. Сіздерді мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Конституция күнімен шын жүрекпен құттықтаймын. Сіздерге ашық аспан, бейбітшілік пен тұрақтылық, әр шаңыраққа бақыт пен амандық тілеймін.